Біздің мектебімізде аптаның түрлі күндері күнделікті қазақ тілін үйрету үшін әртүрлі іс-шаралар өткізіліп тұрады. Бүгін бізде сейсенбі. Дәл қазір біздің кітапханамызда қазақтың ұлттық ойындары туралы іс-шара өтуде. Бізбен бірге тамашалаңыздар. Салем, Максим. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Саған тоғыз құмалақ ойыны оңай ма? Я маған тоғыз құмалақ ойыны оңайды. Жақсы, кел бастаймыз. Бір, екі. Салем, Шын. Салем, Сала. Сен осы кату ойынын білесің бе? Я есімде бірақ қалай ойнайтынын білмеймін. Жүр онда Арафаттан сұрап көрейік. Асық ату. Дәстүрлі қазақ ойыны. Мұнда мақсат саққа мен асықтарды шеңберден атып шығару. Түрлері: алыш, асық жалпақ жағымен тік тұрады. Бұл ең жақсы нәтиже. Тайқы, асық дөңес жағымен жатады. Тобық, асық ойыс жағымен жатады. Біз осылай қазақтың ұлттық Ойындарын ойнап тұрамыз. назарларыңызға рахмет.